Чехияда ізім ғайып жоғалған тараздық студент әлі табылмай жатыр. Білім қуып шет асқан Олег. Қазір не өлі, не тірі екен белгісіз. Чех полициясынан күдер үзген Олегтің әкесі баласын іздемекке өзі аттанды. Қайтсем де табамын дейді. Әкесі редакцияға жолданған бейне жазбада. Естеріңізге сала кетейік, 26 ақпанда тараздық Олег Чехияда жоғалды деген мәлімет тараған еді. Менеджмент және маркетинг мамандығында оқитын Олег Прагада 2019 жылдан бері білім алып келеді. 25 ақпанда кенет студенттен хабар тоқтапты. Әкесі дәл сол күні Олег құрдастарымен Прага орталығындағы түнгі клубқа барды дейді. Араға бір күн сап таңғы 8:47-де әлде бір нөмірден әкесіне қоңырау түседі. Тұтқан алғанда тек әке көмектесіңізші деген үн қатылады. Әрмен қарай байланыс үзілген. Это набережная, где нашли его. Қолыма картаны алып, бүгін мен Праганың орталық алаңына келдім. Осы жерден Олегтің студенттік құжаты табылды. Енді сол күні бірге болған құрдастарының бірі келеді. Қояр сауалдарым көп. Іздеу салатын қағаздар шығардым, барлық адамға таратам. Сергейде ұлының сол кеште клубтан таныстарымен бірге шыққандығы туралы деректе бар. Оқиғаның мән-жайын анықтау үшін тараздық Сергей тіпті жеке детектив жалдағанын айтты. Так как очень много мнений. Полицияның айтуынша, Олегтің Прага орталығынан жоғалып кетуі мүмкін емес. Қазір мен жатақханаға келдім. Енді барлық студенттерден жеке-жеке сұрастырмақпын. Оқу орнын тінтемін. Қажет болса, әр студентпен жеке дара тілдесемін дейді әкесі. Тіпті WhatsApp-тағы басты суретке баласының желіге кірген уақытын дәлел ретінде салып қойған. Яғни 26 ақпан сағат тілі 8:46 деп соққанда. Ақкенже Асанқызы, Мейірбек Сауранбай, Аймақ.